Арма қазағым, қалай Совет үкіметі Ауғанстандағы соғыста жеңіліп қалды? Ауғандықтар деген кім болады? Негізінде ауғандық деген ол экзоним болады. Ауғандықтар өздерін пуштун деп атайды, немесе пашто деп атайды. Олар өте ескі халық болады. Ұлы Ескендірдің кезінде олар танымалы болған, және Ұлы Ескендір ауғандықтардың жауыз екенін біліп, ауғандықтардан өте қатты қорыққан. Сосын ауғандықтар олардың пуштун валай деген кодекстері бар. Ол кодексті біреулер фашистік, нацистік кодекс деп атайды, біреулері оларға жұмсақтау сипаттама береді. Дегенмен де жалғыз ғана Гитлер емес, Майн Каф деген сияқты нәрселерді жазып ойлап тапқан. Негізінде сол Гитлер пуштун валай туралы өте жақсы білген деп ойлаймын. Өйткені былайынан салыстырғанда ағылшын тілінде пуштун валайды интернеттен тауып көрсеңіздер, оқып көрсеңіздер болады. Өте қызық кітап болады. Негізінде басында ол жаңағы устный болған, содан кейін жаңағы қағазға жазылып тарай бастаған, оны аудара бастаған. Сонымен пуштундар өздерін өте жоғары санайды, өздерін текті халықпыз деп санайды, және басқа ұлттармен олар араласқылары келмейді. Кезінде олар түркі халықтардың астында болған, және ол тарихтарын өздерін оккупация, колониализм уақыты деп санайды. Біздің түркі бауырларымыз, түркшілдеріміз бұл жерде ренжіп қалуы мүмкін. Дегенмен де бұл менің көзқарасым емес, бұл пуштундардың көзқарастары. Сосын енді пуштундар өздеріне билікті қайтарған деп айтуға болады. Сөйтіп жүргенде бір қаяқтағы бір Советский Союз деп аталынатын ел келеді. Былай қараса бір орыс па, былай қараса орыс емес. Орыс тілді Ауғанстанға тыққылағылар келеді, қалай Қазақстанға, Өзбекстанға, басқа елдерге тыққылады. Орыстың идентификациясын жүргізгілері келеді деген сияқты. Оның барлығы пуштунның намысына, абыройына қатты тиеді. Сонымен пуштундар кедей ел болып қалғанын, бірақ өздерінің атын, тілін, мәдениетін сақтап қалған ұлт болуды таңдайды. Жаңағы индустриалдық, Совет үкіметінің астында болғанша деп. Сондай халық. Өкінішке орай қазір Ауғанстанда хазара халқының, яғни бізге жақын, қазаққа жақын халықтың геноциді болып жатыр. Және ол жақта басқа ұлттардың өкілдерін пуштундар өлтіріп көздерін құртып жатыр. Аман болыңыз, қазағым.